Ассаламу алейкум. Еліміздің бастарынастың тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Шынымен де әлемді соғыс елесі кезіп жүргендей. ақш-тың Техас штатына қарасты Амарилло қаласындағы ірі дүкендердің бірінде атыс болды. Қаруланған ер азамат сауда орталығына баса көктеп кіріп, халықты кепілге алған. Оқиға орнына келіп жеткен полиция өкілдерімен болған атыс кезінде күдікті оққа ұшып көз жұмды. Кепілдікте болғандар аман есен. Қазір жағдайдың анық-қанығын анықтау үшін тергеу амалдары басталып кетті. НАТО Балтық маңымен Польшада қалың әскер ұстайтын болды. Әскери альянстың қорғаныс министрлері бас қосқан Брюссель саммитінде осындай шешім қабылданды. Мұндағы мақсат Ресейден қорғану деседі өздері. Енді алдын ала жоспарланған 4 батальон әскерді Эстония, Латвия, Литва және Польшаға орналастырады. НАТО бас хатшысы Йенс Столтенбергтің айтуынша құрылым Қара теңізге қосымша қарулы күш жіберген. Бұдан бөлек Румынияда көпұлтты дивизия жасақтау жоспары жасалып жатқандығын тілге тиек етті. Әзірше тек талқылау жүріп жатқан көрінеді. Біз Шығыс Европадағы әскери әлеуетімізді арттыратын болдық. Көпұлтты құрамдағы 4 батальон Балтық елдері мен Польшада орналасатын болады. Польша парламентінің төменгі палатасы лаңкестікке қарсы заңға енгізілген өзгерістерді мақұлдады. Құжатта қажет болған жағдайда террорлық қауіптің 4-ші деңгейін қабылдау мүмкіндігі қарастырылған. Ал лаңкестікке қатысты күдікті азаматтар 2 аптаға дейін қамауға алынатын болады. Бұған дейін олар кінәсі дәлелденбесе 14 сағаттан соң босатылатын. Германиядан кейін іле-шала Польшада лаңкестікке қарсы заң қабылдауға бел буды. Ел қауіпсіздігін арттыру мақсатында полиция қызметкерлерінің санын арттырып, тіпті құзыретін кеңейту мәселесі де шешілетін секілді. Мысалы, полиция сақшылары кісіден елге қауіп төнуі мүмкін деп күдіктенсе, жедел жер аударту құқығына ие болады. Егер баз біреуден күдіктенсе, оның телефон қоңырауларын тыңдап және әрекетін бейнетаспаға жазу мүмкіндігіне ие болады. Барлау қызметі күдіктенген тұлғаның жеке поштасын ашуға, хабарламаларын оқуға құқылы. Жұрт енді ұялы телефондар сим-карталарын төлқұжат көрсету арқылы ғана сатып алады. Қолда паспорт болған жағдайда ғана сатылады. Телефон номерлерінің иелері жыл соңына дейін тіркелуі тиіс. Заң жобасы лаңкестік әрекетке төзбеуді мақсат тұтады. Құжат күшті құрылымдардың жедел қимылдауына мүмкіндік береді және сақшылардың қызмет аясын кеңітеді. Дегенмен халық әлгі заңмен келісе салмайтын секілді. Қазірдің өзінде бұл шешімдер жеке бастың құқын тарылтады, бостандық аясын шектейді деп байбалам салуда. Арнайы қызмет өкілдері менің барлық хаттарымды оқып қана қоймай, кіммен байланыста екенімді біліп жүреді. Сол дұрыс па? Іс жүзінде бұл құжаттың енгізілуі төтенше жағдай жариялауымен тепе-тең. Менің ойымша, біздің елде террорлық қауіп жоқ, ал Польша Европадағы ең қауіпсіз елдердің бірі деп есептейміз. Бізге бұл заң керек емес. Осы заңның көптеген қарсыластары бар екенін білем, бірақ террорлық жағдай болса, бұл адамдар жауапкершілікті өз мойнына ала ма? Менің ойымша, біз құқық қорғау органдарына лаңкестерді анықтау үшін хат, электрондық поштаны тексеруге мүмкіндік беруіміз тиіс деп ойлаймын. Пікір екіге жарылғанмен құжат парламенттің төменгі палатасында басым дауыспен мақұлданды. Енді заң жобасы сенат қарауына жіберіледі. Бекіген жағдайда президент қол қойғаннан соң ғана күшіне енеді. Меруерт Айтқазықызы, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар, Польшадан. Ақтөбеде болған оқиғалар кезінде жарақат алған 4 науқастың жағдайы жақсарып келеді. Пантера дүкенде оққа ашқан Михаил Матросовтың ағасы, күзет мекемесінің қызметкері және бір әскери апта соңына қарай үйлеріне жіберіледі. Ал бір науқас санавиацияның көмегімен Астанаға жеткізіледі. Бауырына зақым келген полиция қызметкеріне елордада операция жасалынады. Жағдайлары тұрақты, әртүрлі жарақат алған. Қазіргі кезде жоспар бойынша 3 науқасты келесі осы алдымыздағы 7-нің аяғында шығаруға дайындаймыз. Біреуі қазіргі кезде тағы да жоспар түрде отау жасалынады. Қостанайлық пошташылардың ісі бойынша жаңа деректер анықталды. Қайта тексеру кезінде қылмыскерлердің бастапқыда айтылғандай 1 миллион 300 мың теңге емес, 6 миллион теңгені қолды қылғаны анықталды. Естеріңізге салайық, былтыр Таран аудандағы Қазпоштаның 3 қызметкері зейнетақы мен жәрдемақы қаржысын жымқырды деп, әрқайсысы 5 жылға шартты түрде жазаға кесілген еді. 50 мен 60 жас аралығындағы әйелдер өзара келісіп, жалған құжаттар жасау арқылы арам ойларын іске асырып келген. Тың мәліметтер негізінде олардың ісі тағы бір мәрте қаралып, бас бостандықтарынан айырылды. Сот үкімімен олардың қылмысы айғақталды деп танылып, оларға 5 жыл 6 ай түрінде
бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу түрінде жаза тағайындалды. Сонымен қатар сотталушылар Қазпочта акционерлік қоғамының пайдасына 5 миллион теңге көлемінде залалды өндіруге міндеттелді. Семейде Ертіс өзеніне бекіре балықтар жіберілді. Олар 2014 жылдан бері Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеттің агротехнопарк ғылыми орталығында өсірілген. 2,5 жыл ішінде балықтың Ертіс аймағына өсуі, қоректенуі, бейімделуі жан-жақты зерттелген. Бұл жоба елімізде қабылданған аквамәдениетті дамыту бағдарламасы бойынша жүзеге асып отыр. Жалпы Ертіс өзенін Сібір бекіресі ерте заманнан мекендеген. Өткен ғасырдың 60 жылдары шектен шыққан браконьерлік пен экологиялық ахуалдарға байланысты құнды балық толық құрып кеткен. Бұл ғалымдардың дерегі. Қуантарлығы қазір бекіре балығын өсіруді шағын және орта бизнес өкілдері де қолға ала бастады. Агротехнопарк кешенінде өсірілген 50 балықтың 15-і осы Ертіс өзеніне жіберілді, ал қалғаны тоғанға арнайы келісім шартпен жіберіліп, әрі қарай ұзақ уақыт мерзімінде олардың өсіп дамуы зерттелетін болады. Оңтүстік Қазақстан облысында жиын терім науқаны басталды. Алғашқы болып Қазығұрт ауданында астыққа орақ түсті. Егін бітік шыққан дихандар әр гектардан 30 центнерге дейін бидай орып, қырманға жинап жатыр. Тіпті алғашқы өнімдерін шетелге сатып та үлгерген. Әбдез Рахманұлы сөз алады. Оңтүстікте көктем өте жаңбырлы болды. Масақты дақыл бітік шыққан. Ал жаршыға күн қатты сыған соң сол бидай тез пісті. Орақ науқаны жылдағыдан бір аптадай бұрын басталды. Бидайдың сапасы өте жоғары. Қазір клейковинасы 26-27 единица болып жатыр. Бұл деген өте жақсы сапалы. Оның үстіне мынау құрғақтығы 6-7% ғана болып жатыр. 12 мың гектар алқапқа арпа бидай еккен бұл шаруашылықтың 15 комбайны бар. Қазір ертелгеш біртінбай астық орып жатыр. Ірі шаруашылық болған соң комбайндары да жаңа. Бұл жаңа техниканың тиімділігі 12 сағатта 30 гектар айдайды. 24 сағатта 60 гектар айдайды. Бұның тиімділігі басқа комбайндарға қарағанда әрі жылдам жүреді, әрі сәл экономичный, әрі бидайды таза орады. Оңтүстіктің дихандар үкімет тарапынан берілетін азандатылған тыңайтқыш пен жанармайды керек еткен көлемде алды. Соның арқасында агротехникалық талаптарды сақтап, өнімділікті арттырып отыр. Болжам есеп бойынша біз 22-23 центнерден аламыз деп отырмыз. Яғни, мынау 195 мың гектарының барлық алынатын өнім 430 мың тонна деп көзделуде. Ол былтырмен салыстырғанда 100 мың тоннаға артық деген сөз. Өңірдің дихандары бидайды өзгелерден ерте орып алатын болған соң өнімдеріне шетелден сұраныс бар. Осындағы серіктестіктің бірі биыл шетелге былтырдан 2 еседей көп бидай шығармақ ниетте. Качество, конечно, это южная пшеница, но... Біз 1300 тоннадай бидайды өзімізге жіберіп үлгердік. Сапасы жақсы болған соң біз оңтүстіктің бидайын көбірек алып, солтүстіктікімен араластырамыз. Ауғанстан мен Өзбекстанда осы бидайға деген сұраныс жоғары. Енді бір еркінде Оңтүстік Қазақстан облысында жаппай егін ору басталғанда алқапқа 1060 комбайн шығады. Солардың барлығы науқанға дайын тұр. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Хабар, Оңтүстік Қазақстан облысы. Әзірге айтарымыз осы, түскі жаңалықтарымыз 13:00-де.